Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте керемет дайындалып шығатын сүзбелі пирогтың рецептін жасап көрсететін боламын. Құрамы өте қарапайым, үйдегі бар заттармен жасалады. Видеоның соңына дейін көріп, рецептін біліп алыңыздар. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұн, бөлме температурасындағы сары май, осы екеуін жақсылап біріктіріп аламыз. Крошка жасап, оның үстіне разрыхлителіміз саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз да. Сахарный пудрамызды да салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Крошкамыз дайын болған соң, енді қамырлар бір-біріне бірігу үшін екі жұмыртқамызды да салып, тағы да қамыр илеуді жалғастырамыз. Дайын болған қамырымызды 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 килограмм творог, 2 жұмыртқа, 150 грамм немесе 100 грамм қаймақ, үйде бар болса әрине, және де сахарный пудра саламыз да жақсылап блендерлеп аламыз. Мороженое сияқты сұйық массаға айналғанша жақсылап блендерлеуді жалғастырамыз. Тоңазытқыштан шыққан тестамызды осылай қолымызбен жайып, табамызға бортик жасап аламыз. Барлық жерін бірдей қылып жасауға тырысамыз. Осылай бортик жасап болғаннан соң, дайын болған сұйық массамызды, салмамызды осының ішіне бір келкі етіп құйып, қысып тұрған печке 30-35 минут бойы пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің сүзбелі үй жағдайындағы пирогымыз дайын болды. Егер видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма міндетті түрде подписаться етуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда 150-ден астам керемет мастер-класстар бар. Барлықтарыңызға ас болсын.